Осы жазғанымды барлық аналар оқып, қыздарына мықты тәрбие берсе екен деп қиналсам да жазып отырған кейіпкермін. Жақында ғана осы оқиғаның кесірінен Асқар тауым әкемнен айырылдым. Әлі де әкемнің топырағы кеппеді. Анамның көз жасы мен қарғысы әлі де басылар емес. Бақытты отбасының бірі болдық. Марқұм әкем өте мейірімді, ақ көңіл жан еді. Отбасы үшін өмір сүрген еңбекқор, адалдығымен біздерді өсіріп, қалаған мамандықтың иесі болдық. Мен үйдің үлкенімін. Жалғыз інім болды. Әкем жалғыз тұяғым деп төбесіне көтеруші еді. Жалғыз ұл болса да, үнемі ақылын айтып, еш уақытта жалғыз інімнің теріс қылығын көрмедім. Інім қаржы, бухгалтер оқуын оқып, банкте менеджер болып жұмыс жасады. Мен әлдеқашан тұрмысқа шығып, отауым бөлек болды. Мереке сайын әке-шешемді құттықтап келіп тұрамын. Сол кезде ініме бәріміздің айтатын сөзіміз: "Қашан келін әкелесің?" деуші едік. Інім сондай сабырлы, тұйық бала болды. Өзімде әрекеттеніп, құрбы таныстардың сіңілдерін сұрап, ініме талай рет таныстырсам, ешқайсысымен ашылып сөйлеспей, 30-ға келгенше бойдақ болып жүрді. 2026 жыл. Інім біздерді шақырып: "Ақпан айында үйленем. Жаңа жылда Түркістанға жолдастарымен қыдырып барғанда бір қызға көзім түсті. Ұнаттым, 1 ай болды сөйлесіп жүрміз" деп қуантып қойды. Әкем байғұс қатты қуанды. Бәрекелді. Менің ұлым жарады. Келінді боламын деп туыс-туғанның бәрінен сүйінші сұрап үлгерді. Бізде дайындыққа өте қысқа уақыт болды. Сол қысқа уақытта әлгі қыз ініме iPhone алдыртып үлгеріпті. Содан біздер болашақ келіннің әке-шешесімен телефон арқылы сөйлестік. Құда-құдағи арасындағы алыс-берістер үшін. Оларда барлығына келісті, тек қызды алып қашасыңдар, ұзатуға жағдайымыз жоқ деді. Өз ауыздарымен айтқасын, бізде ешқандай жаман ой болмады. Тойхана, басқада тағатын алтындарына, барлығына қаңтар айында қарызданып дайындалдық. Жалғыз ұл, тойымыз жақсы өту керек деп күні-түні дайындалдық. Қыз өз айтқан уақытта інім жолдастарымен Түркістанға жолға шығып кетті. Мына жақта біздер жол амандығын тілеп, дастархан дайындап, келінді күтумен болдық. Келінді күтумен болған біздерге белгісіз нөмірден телефон шалды. Өзін Рофтның адамы екенін айтып, ұлыңыз Асқаров Мейірбектің үстінен шағым түсті. Шағымды бойжеткен түсірген. Алып қашу бабымен істі болды деп хабарлағанда әкем байғұс тұрған жерінде құлады. Сол жерде бәріміз у-шу болып абдырап қалдық. Әкемді жедел жәрдем әкетті. Өзімді қолға алып, қыздың әке-шешесіне шығып, "Неге інімнің үстінен арыз жазылды? Дәл қазір мына оқиғадан әкем инсульт алды" деп айқайладым. Сонда қыздың әке-шешесі: "Біз ештеңе білмейміз. Қызым өзі біледі. Ештеңенің басы қасында жоқпыз" деп телефонды өшіре салды. Содан бәріміз улап-шулап бөлімшеге бардық. Барсақ келініміздің көзі ісіп, өтірік жылап-сықтап, ойбайлап концерт қойып отыр. Ішке кіріп шығам дегенше жоқ болды. Сонда біздің 1 ай бұрын сөйлескеніміз қайда, келіскеніміз қайда? Бір iPhone үшін інімді істі қылып қандай абырой таппақшы. Үйінің мекенжайын тауып үйіне бардық. Есігінде ашпады. Есіктің арғы жағынан жауап берді. Сондағы жауабы: "Мен алып қаш деген жоқпын. Келісім берген жоқпын" деп аспаннан түскендей болды. Амал жоқ, кері қайттық. Әкем байғұс ауруханада. Туыс бауырлар арқылы ортаға адам салып, арызды кері алдырту үшін сол алаяқ қызға ақша бердік. Әжептәуір сумма сұрады. Солай інімді уақытша изолятордан шығарамын дегенше әкем өмірден өтті. Екі ортада шырылдап жүргенде Асқар тау әкемнен айырылып қалдым. Қайдағы бір алаяқ қыздың кесірі інімнің өмірін ластағаны аз болғандай, әкемнің өмірін жылап кетті. Әлі де әкемнің өмірден ерте кеткеніне сенгім келмейді. Ұлының үйленгенін қатты көргісі келген әкемнің қандай күнәсі бар еді. Анам байғұс әлі де көз жасы құрғамай, әлгі қызды қарғаумен жылап жүр. Інімнің де енді үйленуге беті қайтып қалған. Ол қызды шын жүрегіммен сүйген еді. Неге қыздар ойланбайды екен? Алымның да өтеуі бар. iPhone үшін бір отбасының ойран етіп жүрген қаншама жандар, ертеңгі күніңе жауап бересің. Анамның көз жасы енді ол қызды бақытты ете ме?
Үйіндегі әке-шешесі де кінәлі. Неге тойдың бәріне келсіп, болар күні түк білмегендей отыр. Таң қалатыным, қазіргі қыздар жігіт айфон әпермесе жүрмейді. Көп нәрсе жазғым келді. Әттең ораза айы. Ауыр сөздер айтып күнәға қалғым келмейді. Осы оқиғамды басқа да адамдар оқып, ой түйсе екен.